уағыз KZ ұсынады. Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля сайидина расулиллах, ва алихи ва сахбихи ва ман вала, субханака ла илма лана илля ма алламтана, иннака антал алимул хаким, ва ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллаха мақтау, пайғамбарымызға салаваттар болсын. Аллах субхану ва таала күнәләрімізді жарылғап, жүздерімізді жарық еткен болсын. Аллах субхану ва таала Құран кәрімде былай дейді: وَلَا يَحِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِ. Негізінен айлакерліктің кесірі өз иесіне ғана болады. Яғни кім қандай бір айлакерлік істейтін болса, оның кесірі өзіне тиеді. Міне осы аятқа сай бір уақиғаны айтып кетейік. Бір патшаның қызметкерлері жолда бір баланы тауып алып, ол баланы өздерімен бірге патшаның сарайына алып барады. Патша бұл баланы өзінің қамқорлығына, тәрбиесіне алып, оның есімін Ахмад әл-Ятим, жетім бала Ахмад деп қояды. Бала өсе келе бойынан тапқырлығы, зеректігі көріне бастайды. Бұны көрген патша балаға білім беріп, тәрбие беріп, оған деген махаббаты артады. Ер жеткеннен кейін баланы өзінің қарамағына тартып, сарайының шаруашылығын бәрін оның қолына тапсырып, қызметкерлерінің үстіне қарайтын сенімді тұлға етіп сайлайды. Бір күні патша Ахмадты бір жұмысқа жұмсайды. Ахмад бөлмелерді аралап жүріп, бір қызметші ер кісі мен әйелдің зина етіп жатқанын көріп қалады. Сол кезде әлгі қызметші әйел оған жалбарынып, өтініп, бұл істі ешкімге жаймашы дейді. Тіпті оның бүкіл айтқан істерін бәрін орындаймын деп оны азғырады. Сонда Ахмад: Алла сақтасын, мен өзімнің мырзама қиянат жасамаймын. Жарайды, сендердің бұл істерін ешкімге айтпаймын деп ол жерден шығып кетеді. Бірақ бұл әйел қатты уайымдап, Ахмад бұл істі патшаға жайып жібере ме деп қорқады. Не болса да патшаның келуін күтеді. Патша келгеннен кейін әлгі қызметші әйел патшаға жылап барып, Ахмад мені азғырды, зina етуге мәжбүрледі деп шағымын айтады. Оны естіген патша қатты ашуланып, Ахмадты өлім жазасына кесуге шешім шығарады. Бірақ адамдар бұл істі білмесін, бұл өлімнің себебін білмесін деп, оны жасырын істеуге бел буады. Сосын өзінің бір қызметшісіне: егер саған бір бала былай деп айтатын болса, онда оның басын шауда, маған бір табаққа салып жібер дейді. Бір күні патша Ахмадты шақырып: сен мына табақты ал да, ыдысты ал да, бәлең деген қызметшіге алып бар дейді. Сосын оған мына сәлемдемемді жеткіз дейді. Жарайды дейді. Жолда келе жатып, ол бір топ адамның дауласып жатқанын көріп қалады. Олар Ахмадты көре салып: ей Ахмад, біздің осы дауымызға бір шешім берші дейді. Жоқ, мен патшаның несін, әмірін орындауым керек, бұл затты оған жеткізуім керек дейді. Олар қоймай: сен біздің дауымызды шешіп бер, сенің орныңа біз басқа біреуді жібереміз дейді. Жақсы, жарайды, кімді? Мына бір жігітті жібереміз дейді. Оған осы патшаның сөзін айтады, сен осылай деп жеткізесің дейді. Жарайды дейді. Ол бала жолға аттанады. Бірақ сол бала әлгі қызметші әйелмен зina қылған жігіт еді. Ол жаңағы қызметшіге келіп патшаның сәлемдемесін жолдағанда, ол басын шауып, табаққа салып, бетін жауып патшаға жеткізеді. Патшаға жеткізгеннен кейін патша табақта ашып қараса, Ахмадтың басы емес. Кейін Ахмадты шақырып алып: не болған еді? Маған соның хабарын бер дейді. Иә, мен жолда келе жатып осындай уақиғаға тап болдым дейді. Табақты ашып, мына жігіт танисың ба дегенде: иә, танимын. Бұл әлгі қызметші әйелмен зina қылған жігіт еді. Маған жалбарынып өтінген еді, ешкімге айтпа деген еді, мен айтпаймын деген едім. Сонда патша қызметші әйелді шақырып, оның да басын шауып, Ахмадқа деген махаббаты одан да артып, өзінің қайта мансабына қайтарады. Сондықтан Алла субхану ва таала: وَلَا يَحِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِ. Негізінен айлакерліктің кесірі өз иесіне ғана болады деген. Алла субхану ва таала осындай жүрек тіректерінен, айлакерліктің кесірінен сақтаған болсын.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.